YouTube каналға қош келіпсіздер. Жоғалтып алмас үшін тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Комментарияға пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Видеоға лайк басып. Водолей, таразы, балық, тауешкі. Күндік болжам. Су құйғыш 18 июнь не күтеді? Су құйғыш водолей 18 июнь. Су құйғыш водолей 18 июнь не күтеді? Таңдау жасайсыз, выбор дейді. Ойланып отырсыз не жерде, сол таңдауға қатысты бір выбор жасайсыз дейді. Ер адаммен кездесу болуы мүмкін, жұмысқа қатысты. Ойланасыз, екі ойлы боласыз. Финанс мәселесінде бір бастық, финанс, ақша, жұмыс мәселесінде мына жерде бір бастық, император, заң, власть дейді. Соған қатысты бір ойланып, уайымдап тұрсыз. На разрушение планов дейді. Пландар өзгеруі мүмкін, бір жерден кету, кешігу уақытта, жерде колесо бір ситуация қайталануы мүмкін. Балаға қатысты, балаңызға қатысты дейді. Бір адамнан бір ақша күтесіз дейді мына жерде. Бірақ ол план разрушение келмейді, сіз күткен ақша кешігеді. Жол жүру, мына жерде жол жүру. Кейбір адамдар мына жерде үйінде болады дейді. Өзінің жақсы көрген жұмысымен айналысу. Су құйғыштарға. Тауешкі, козерог 18 июнь не күтеді? Тауешкі, козерог 18 июнь не күтеді? Тауешкі, козерог. Бұл общий расклад, жеке расклад. Ақылы өту үшін 747 460 56 78 WhatsApp номерге хабарласыңыз. Тауешкі. Сіз ойлаған тағы сол карталарды түсіп тұр ғой. Тауешкі. 18 июнь не күтеді? Тауешкі 18 июнь не күтеді? Тауешкі 18 июнь не күтеді? Кездесу, сөйлесу. Бір мәселені маг дейді. Жасауыңыз керек болады дейді. Маг шешесіз, сол бір мәселені таныс адамның көмегімен ұзақ уақыт көрмеген адамдармен кездесу болады. Человек из прошлого дейді. Отдых дейді. Отдых, покой, үйде болу, демалу, отпускқа шығу кейбір адамдарға дейді. Жаңа бір бастама, демалудан кейін бір күтіп жүрген бір жаңа бастама дейді. Жаңа жұмыс болуы мүмкін. Күтіп жүрген жаңа бастама. Бір адаммен сөйлесу, кездесу. Балаңызға қатысты мәселелерді шешу. Бала. Балаңызға қатысты мәселелерді шешу. Балдармен демалу. Шомылуға бару, су. Шомылуға бару, балдармен демалу. Балаларыңызға көңіл бөлу. Жаңа бір таныстық болуы мүмкін жұбы жоқ адамдарға. Ұнатуын, симпатиясын айтуы мүмкін. Финанс мәселесінде бір қорқыныш, уайым болып тұр дейді. Қорқыныш, уайым. Ойланып тұрсыз, қомақты қаражатқа қатысты бір әйел кісімен кездесу болады, бірақ оған бір сенің кірмей тұрсыз, екі ойлы